ИП иесі өзіне налогтарының қарыздарын немесе пеняларын Google поисковик арқылы тексеруіне болады. Ол үшін Googleға поисковик деп жүрген жерге kgd.gov.kz деген сөз жазамыз. Біз мына жерде комитет деп жазсақ, мына жерде комитет госдоход сайт шығады, соған басамыз. Жоғары қарай страницаны көтеріп, сведения в отсутствии налоговой задолженности деген жерде басып қараймыз. Осы жерден пеняны, штрафты соларды тексеруге болады. Үстінен басамыз. Тағы да экран жоғары көтереміз. Одан кейін иін деген жерге ИП иесі өзінің иінін жазады. Жазып болғаннан кейін астыңғы жақта я не робот деген сөз бар. Сол жерге галочка қоясыз. Одан кейін барып получить результат дегенге барасыз. Обновление болғанын тосуыңыз керек. Осы жерде всего задолженность деген жерде сізде теңге деген жерде цифрда 0 немесе бір қарыз болса қарыз шығып тұрады. Сол жерде бізде 17.850 теңге шығып тұр. Жоғары қарай тағы көтереміз, тағы да астында жазып тұрады. Екінші рет оны анықтап, қандай қарыз, не үшін, именно пеня ма әлде қарыз ба екен көру үшін скачать деген сөзге барамыз. Сондан кейін осындай Polaris Office деген документті ашатын приложение жазып аласыз. Оны ашқаннан кейін реклама болса рекламаны жауып тастап, осы жерден нақтырақ көресіз. Қай өзіңіздің налоговый комитетіңіздің УГД-сын көріп аласыз. Сосын кейін осы графаларда жоғары жақта бізде задолженность деп тұрған жерде өзімнің поступление социальныйге 17.850 деген қарыз шығып тұр. Соны қараймыз. Біз именно осы социальный қарыз екенімізді көріп аламыз. Содан кейін екінші жоғары жақтағы таблицаның үстіңгі жағында тағы да пеняны көруге болады. Ол осы жерде сумма по пени деген сөз бар. Сол жерде 0 тұр. Бізде пеняға қарыз жоқ деген сөз. Соны көреміз. Пеняға қарыз болатын болса 0-дің орнында бір цифрлар шығып тұрады пеняға тиынмен. Соны сіз пеняға қарыз екеніңізді осылай көресіз. Және налог бойынша қарызыңызды көресіз.